Бұл болды 2009 жылды октябрда мені бұл спорт бұл шарға үйретті Магдиев Рүстем. Шул тауға алып шықты да, өзінің крылосына башта жерде бір неше күн шүғылленіп, бәләкейін атаудан ұшып барадық. Ол бірінші ұшу ұмтыла отырған әйбір төгілі енді бір қашанда. Ол енді бірінші ұшу әлі қоян биіктен ұшу деп айтып болмай, ол енді 1 метр бұл қалдырын жер үстінен. Хәл-хәлді ол есте қалды. Шонан соң енді 2010 жылда мен шүғылленуін давам еттім. Нақлап шарға үйрендім деп айтырға бола. Хаменді Рүстем біле бұл мотор спортты бүтәнлерге де көрсетірге болдық, яшыларны үйретірге. Хам аның біле сотып алдық. 2 кіші отырып ұшарға мүмкінлік болған параплан, хам яш үсмірлер ұшарға мүмкінлігі болған параплар алдық. То есть весовая вилка соның бәләкейрек болайынды. Бұл нәрсе деп айтырға. Бұл ұшыш, оны ұшып қорғамыншы бұлай әйтіп болмай. Ұшырға керек. Оны мен уже көп кіші келелерді, менің қарыға пассажирлар енді ұшып түшелер, тәңілер олардан туғандары, достары сұры кешірішлер айталарсыз бұл ұшу тұрында деп, олар тоже айталмай. Ұшып қарағыз деп, олар ұшып түшкен кішілерінің ауызлары құлақты, восторг, адреналин, бәқітлік есетелерін. Мұнда не обязательно бейкілік, мұнда біз шолу аэродромный площадкадан да бір 200 метр үсті машина біле тағылып көтеріліп кетіп, анасын восходящий термический потокларына ішкердіп, 2-3 километрға бейлікке мініп бұла моторсыз. Оланы кептіріп әйбәтләп қойдық енді, орнаштырдық, но погода бек суық болмаса, жерде шүғылленерге бұла қыш күні де. Жерде шүғылленерге башта ұшып кеткенші, наземный подготовка деп атайбыз енді бізден. Тегеліні бізден біле шүғылленерге жерде қыш күні. Біз өлініз біле шондай біріне башқа келді да нешектір, үйіштірға болдық. Үйіштірдік біз аны 2 тапқыр біріншісі піші отыртауда, парапланда ұшу бойынша. Онда шоқ тегінап кішілер жиылдылар, азды қайдан ғана түгіл бөгілмеден де, әлметтен де келділер. Онда рекламаны көріп ұшарға түлеушілер. 2 күн бойына ұштық біз анда шоқ әзірек ақша жиылды. Онсын барысында берілді енді Лутфуллин Данис әнесіне даваланырға. Анарсын августа бұл полет надеждының 2-ші стадиясы болды, бұл аэродромный площадкада енді. Онда парапланда түгіл біз дельталетлар шақырдық, микросамолетлар шақырдық. Микросамолет келелмеді, дельталетларда ұштық, тоже ақша жиылды. Шоқ дегені, онсыда шул мүмкінлігі шеклеген балаларға бірсі Вафин Данис берілді бір үліші, ярты үліші, Ханипов Даниэл деген. Тоңларған турнирлар міне біз ой сайын, ел сайын майда өткәрі башлады. Ол не традицияға кірді біздің. Ол башланған республикадағына, республика спортсменарына жиылайды. Бұйыл жиылдыларында Удмуртиядан да, Чувашиядан да, Башкириядан келділер, Дут регионынан келділер. Так что бұл бүтін Россия ярышлары деп шутларға бұла. Тоған сентябрь айында біз өткәрдік чемпионат Татарстана, бірінші тапқыр бұл Татарстанда. Бүтінісі бек яқшы өтті, спортсменлар бек риза. Призлар, грамотлар бүтінісі берілді. Шында біздің команда, яшілер командасы да, яш өсмірлер командасы да, ұлылар командасы да 3-ші орын алдық енді.